Dostlar, endi bizler обязательный pensionный взнос төлейmiz. Mine bizde IP var ya. IP var, endi pensionkimiz жүріп жатыр. Endi pensionkini әр ай сайын төлеп отыруымыз керек. Тоже bunda 15-нен төлеп отырсақ өте керемет болады. Платежиға өтеміз. Платежидан всеға қоямыз. Вседан госуслуги, штраф налогиға өтеміз. Бұл жерден платеж для IP-ны басамыз. Енді обязательный пенсионный взносқа өтеміз, достар. Өткеннен кейін мына жерде обязательный пенсионный взнос таңдаймыз. Пения болатын болса, пенияны таңдаймыз бұл жерден. Обязательный пенсионный взнос таңдадым. Период оплата ноябрь айына қойдық. Ин нөмірімізді жазамыз. Жаздық. Тағы да қайталамыз. Басамыз. Мысалға, қазіргі уақытта ең минималнын төлеймін. 4500 төлеймін мен. Сіздер өзіңізге төлейсіздер, достар. Ең минималқы 45 мың зарплата о қазір, соның 10%-ін төлеймін. 3 күннің ішінде түседі деп жатыр. 3 жұмыс күннің ішінде продолжитті басамын. Болды міне. Пенсионкында осылай төлейміз, достар. Жақсы, достар, осымен осы сабақты аяқтаймын. Түсінікті болды деген үміттемін. Мынау обработка болып жатыр. Біраздан кейін көруге болады осылай.